машина. Бұл блогер сипатында машинаның характеристикасын сынау үшін. Бәршек, ассалаумалейкум ағайлар. Бүгін біздер машин базарды емес, қалай күн болса да машинға обзор түсіруге әрекет етеміз. Обзор болғанда қалай? Бір Nexia 2-ні, Nexia 2-нің иесі Қарақалпақстанға осы аз-маз танымалы Қарақалпақ Ренессанс каналының жүргізушісі Жетестің машинын бүгін обзорға түсіреміз. Ал, ассалаумалейкум Жетес. Қалай Жетес? Амансың ба? Қалай сау? Қарма. Машинды алдың, жақында алдың, қанша уақыт болды ағаңа? Ноябрь 2021 жыл ноябрь айында. 2021 жыл ноябрь айында алдың. Пробегің қанша еді сол кезде? Сол уақытта. 85 мың. 85 мың жүріп тұрып едің. Қазір қанша болды? Қазір 100 мыңға шамалады. 100 мыңға шамалады. Енді Жетес, соны қайтып алдың, кредитке алдым дедің, Кредитке автокредит. Қаншаға бақаладың? Первоначальный бірінші қанша төледің? 64 миллионға алдым. Вообще 64 миллионға бақаланды машина. 64 миллионға сатылды негізі. Негізі 64 миллионға сатылды, бірақ банктен, Капитал банктен 50 миллион кредит шығардым. 14 миллион өзім. 14 миллион оған өзің бердің. Иесі өзім бердім. Себебі сол аймай төленетін сума азлау болу үшін. 14 миллион иесіне өзің бердің, және первоначальный бермедің бе басқа? Енді 50 миллион автокредит шығару үшін банкке бастағыш төлем 10 миллион, адаспасам 10 миллион 360 мың сондай бастағыш төлем төледім. Ұлыма есапта 10 миллион банкқа төледің, 14 миллион машинаның иесіне төледің. Сонда 24 миллион. Былай-былаймен 25 миллион сенен шықты. Бұл машина 64 миллионға бақаланды. Енді 3 жылға алдың ба? 3 жылға алдым. 3 жылға алдың. Аймай қанша төлеп жатсың? 1 миллион 620 мың сондан. 1 миллион 620 мың, Енді машинаңды өзің таныстырып бер біздерге. Бұл Nexia 2, Сонс 2015 жыл. Баса көріп тұрғаныңыздай, баста алған уақытта 85 мың жүріп еді, әзір оқуға қатынағаннан кейін 100 мыңға шамасы болды. Қайлерін көрдің, қалай сынадың? Негізі бұл машинды ағайымыздың машина, өздеріміз сенімді машина көріп жүргеннен ешбір ұрылмаған, неғылмаған. Ол ағайының бірінші иесі машинның? 2016-та алған. Негізі 2015-те бірінші иесі бір жылдан кейін сатып жіберген, бір жылға шамаласы болды. Негізі ағайым екінші иесі, бірақ көп айдалмаған уақытына, бірінші алынған уақытлар сатып алған. Таза уақытында. Өзінің краскасы. Алған айын зата бастың? Әзірше елі ешнәрсе баспадым. Барлығы сол алған уақытындағыдай. Не минусы бар, не плюсы бар Nexia-ның? Енді өзім таза үйреншіп болғаннан кейін еш басқа нелермен машиналармен салыстырып не қылып. Енді үйреніп жатырмыз біздер машина. Мен өзім Nexia 2 айдадым да. Именно осындай Nexia 2-ның Сонс гибридін айдадым, адаспасам. Маған минусы өзім білетұғым минусы тормозы салай болады екен. Сосын фары түнде жарық аз бере ме, сондай деп ойладым. Сол пары сәл нелеу. Жақын жаратушы несі, бір кездер қаста отырған адам ұзақты жаратушы шырақларға қойсаң, мұнауың өзі ұзақты жаратушы шырақ па деп не қаты, сәл жақын жаратушы емес па деп сұрап қаты, сол пары сәл нелеу. Одан кейін, сонс болғаннан кейін, донысқа салыстырғанда сәл несі ат күші азлау. Басқа болады, басқа жақлары. Маш метанда ма? Метанда. Свет қандай болып айтылады? Негізі күлірең, мукроасфальт деп айтылады халық тілінде. Айтпақшы, күлірең дегенге айтып өтек. Камера бері қара. Жетес өзің ақтына кіші аз-маз таныстырып өтсін. Қарақалпақ Ренессанс деген сөздің мәнісіне мен өзім білемін, көп уақыттан бері Қарақалпақ жастарының отансүйгіштік сезімін арттыруға көп үлесіңді қосып жатырсың. Қолдан келгенше. Өзіңді таныстыр қылай. Кім сен? Мен Дәулетбаев Жетес, Телеграм, Инстаграм тармақтарындағы Қарақалпақ Ренессанс каналының жүргізушісімін. Атына тоқталып өтейін. Бірінші баста атын сұрайды, неге Қарақалпақ Ренессанс? Бұл
Ренессанс французшадан алынғанда ояну дәуірі не айтылады? Баста со Европадағы 14-17 әсірлерде. Енді со Ренессанс дәуірі деп айтылғанда бұл саналық жақтан, яғни енді со қаралпақлардың ояну дәуірін жарату, мысалы жастар ұлма жәмиетшілікте со қарақалпақ тіліне деген адамлар сәл ітібарсыз, мысалы мәдениетіне яки басқа көптеген тарауларына ітібарсыздық, сол ітібарсыздықты ояту деп түсінсек болады. Ітібарсыздықты жойып, ітібарлықты, отанға деген сүйіспеншілікті ояту. Отанға Ояну деген деген сөздің мәнісі, Ренессанс ояну мәнісі. Отанға деген сүйіспеншілікті ояту мақсатында со каналды жүретеміз. Со тикарынан со тіл тазалығы бойынша да бірнеше жойбарлар істеп не қылдық, еледе істеп ниеттеріміз бар. Яғни тіл тазалығын сақлау, яғни өздеріміздің тілімізде бар, бірақ олар қолданбай, рус тіліндегі, басқа өзбек тіліндегі, қазір жақында ақырғы уақытлар инглиз тіліндегі сөздер кіріп келіп жатырды, бірақ қарапақ тілінде оған сөйлеп, шет ел тілінде айтылып жатырды, аудармасы бар ол. Қарапақ тіліндегі қолданатын сөзі бар да, бірақ оның орнына басқа тілдегі сөздерді қолдану, соған өзіміздің ана тілімізде сөйлейік, таза сөйлейік деген шақырықлармен басқаларға үгіт насихат жұмысын мен өзім жетесіз баяғыдан танимын, ауылдасым, жақында кітапханада аштым. Қаралпақ Ренессанс жүртіп жатқан каналымыздың ағзаларымен біргелікте Қаралпақ Ренессанс кітапханасын шөгімлесірдік. Бұнда тикарынан Қаралпақ әдебиеті және қаралпақша кітаптар топланған. Алып пайдаланып тұру бейпіл. Неше кітап бар? 150-ге шамалас жақын болып қалды. Оғаннан бұйырса кітапханаға да. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Кіргізе алады деп ойлайсыздар, кіргізе алмайды деп ойлайсыздар. Жетесі өз ноябрдағы машина көп болмады машинаға, 2 жыл болмады еле машинаға қандаған. 1 жыл ноябр болса 1 жылым болмады, да? 1 жыл болмады еле. 1 жыл болмаған тәжірибеменен машинды артқа дым тар жерге кіргізіп көреді енді. Бізде айтпаймыз еш нәрсе деп, өзі кіргізеді. Енді дым дүгендеп жатса айтамыз, а так. Олай айтпаймыз.
Бұған ам кіргізсе, бұдан ам тарап қойып берем сіз жетеске. Жетес. Дұрыс кірдің да? Одан ам тарап қойып берейін ба? Балон сәл асфальттан кейін жерден көрінеді. Баковой тұрса боласың, бір тарып қойып берейін, қызық болсын. Алдылап айда кіттай. Бұдан ам тарып қойып берем сіз, қызық болайын деп атыпты. Бол, тоқта. Іздеу қайт. Бас. Болды. Жетес болды. Жетесен түсіп өзің және бір көріп жіберен. Кіргізе аласың ба, кіргізе алмайсың ба? Туғыры кіргізің керек саған артпен. Жетес, рисковать етеміз бе, тәуекел етеміз бе, етпейміз бе? Тәуекел ма? Көрейік. Тәуекел етеміз. Қызық болайын деп атырыпты. Ал. Көбісі айтуы мүмкін аңсат, мынау тағы бір зат деп бір жылға жетпеген тәжірибеменен көріп атыр жетес. Механика коробка. Көреміз әзір. Машинды главный сілкімей, неғымай айдап атыр. Жақсы, әзірше жақсы. Кірулері. Бір жыл болмады я мәжелі машина айдап жүргеніңе? Болды, өшіре бер. Міне көрдіңіз бағайын, бір жылға жетпеген тәжірибеменен мынандай тар жерге машинды арқайын ешқандай қателіктерсіз кіргізе алды. Соның үшін әмме бір жетесі істедім, басқа бәріміз істеуіміз мүмкін. Адам істеген, адам істей алады. Енді жетесі сонда тағы менде сұрау пайда болды да. Машинды 65 миллионға алдым дедің, 65 миллионға басқа да машиналарды алуға болады еді. Мысалы үшін 17-18-дің Spark'ын алуға болатын еді. Я болмаса бір 8 Lacetti мен алуға болатын еді. Неге именно сол Nexia 2 неге осындай позиция? Тек ағайын ба, себеп я болмаса бір өзің Nexia 2-ның баяғыдан ықыласпенті сондай ма едің? Яқ, сол машин алу ниеті бар уақытларда сол Spark, Nexia көріп жүріп едік. Бірақ Spark'тен көрі бәрібір үйдің ішіне Nexia мақұл түседі. Себебі Spark'тың енді багаж жоқ, несі жоқ. Арқайын үйде бір жұмыстарға нелерге мысалы бір зат салып қалу керек болып қалады, не болып қалады. Соған бәрібір Nexia жақсылау деген не болды. Және тап сол уақытта ағайымыздың өзі сол машина сататын болып қалды. Басқа Nexia'лардан сұрастырып не қылдық, бірақ бәрібір сенімсіз ба сол гуман тудырғаннан кейін сол уақытта ағайынның өзі машина сататын болып қалған уақытта тәуекел алайық деп осы машина алдық. Енді машина сататын ойың бар ма? Әзірше жоқ. Содан кейін бұйырса қандай машина көргің келеді? Енді 3 жыл кредитін төлеп, не алып. 1 жыл болды азан. 1 жылға шамалады. 1 жылға шамалады. Или 3 жылы бар. Қазіргі уақытта 2,5 жыл. кредитін құтылмай тұрып, басқа адамға сатып жіберіп, содан көтеріп жіберетін сондай ұсылдар да бар ғой деген. Соның үшін ендігі мақсатыңды, ендігі бір ойларыңды салатқанда, енді қандай машина алуды қалайсың? Nexia 3 бар, Тобус бар, Gentra бар. Басқа енді көріп не алып жүріппіз, бәрібір Gentra сәл басқаларына салыстырғанда ұнамлы дейміз. Үлкен балалардың машина. Үлкен балалардың машина. Gentra көргің келеді. Енді біздің машинаның бірісін жорғасын көр. Nexia 2 мен Nexia 2, Nexia 3-тен бір жорғасын көр. Nexia 3 сәл бекілеу болатын адам. Бір көрейік. Ал жетес біздің Nexia 3-ті айдап көреді. Жетестің реакция қандай жетес? Қаралпақша? Толғансыз ба? Жетестің біздің машинды айдағандағы тәсірін көреміз. Тадан бір айланып. Қалай
Мысалы үшін көп адам Nexia 3-ті енді айдап жатқан адам газы дейтін кіттай бассаң басылып кетеді екен деп айтады. Соларды бір көрейік. Өшіріп аламын ақы. Мына сиденькіні өзіңе қолайлап ала бер арқайын. Нормально түсіріп тұрып жатыр, алдылаудан түсіре бер. Сиденькіні артқа тартып астында тартатын. Нормально ғой? Кете жақсан ба? Тігі отыратын жерлеген жердейді. Бізде жатып айдаймыз қой олай. Горилла. Қане. Тәсірің қалай? Әзірше ажайып. Жеңіл деп айтады көп адам. Nexia 3-тің. Коробкаға түсу қалай? Ауыр дейді көбісі. Сәл дұрыстылдып түсу ма? Nexia 3-тің өзінің сондай несі. Гидравликалар қалай? Көреміз. Опа. Мынау расымен де боковойлар көрініп тұр ба? Жаңа ес. Балама жақылаған кезде. Оу, тук. Жақсы кіргізін деп айта алмаймын мен. Бір көрейінсіз. Бірақ зор кіргізін деп айта алмаймын. Сәл қалайсыздау болды. Қалай жетесің өзіңе қалай кіргіздің? Болады. Ажайып. Онша месіле бе, бірақ кеуілінен шықпады өзінің. Болады. Асфальтта айдап көрейік машина. Батыр, артқа ке. Артына отыр, артына. Отыр. Кетті. Ал Nexia 2-ні асфальтта айдап көреміз. Қандай болады екен. Айдадым, бірақ баяғыда машинды. Nexia 2-ні, бірақ азыр енді айдамағаныма көп болды. Пәсілер жетесі негіз Nexia 3-ті отырулары не? Ой, жақын отырады екенсің, рөлге. Мен артқа қойып отырамын. Тік отырады екенсің, Тормозлар қалай?
Машинды алған сен ана келіп сұраса сататын ба едің? Сатпайтын ба едің? Бізге шарт көрдің, нешеге шарт көрдің ең басқаның? Қиналды ма, қиналмады ма? Машинды 100-ге шығарып көрейік максимально. Неше секундта шығады екен? Қанша тез айламасаң тезігіде алады. 100-ге неше секундта шығады деп ойлайсаңыз, ұсы тұрсында? Уақытына қарап көрген. Қане бет тұр. Ертең сен камераны ұста. 100-ге шығуыңды бір көрейік. Неше секундта мен шығара аламын, неше секундта сен шығара аласың. Ал, 1, 2, 3. Жүз. Монтажбен азыр неше секундта шыққанын көрсетеміз. Жеде сен қанып тұрдың ма? Өтерім, өтерім. Метанда көрдік ә, шәсінкін. Бізгіні метан. 1, 2, 3. Жұмыстың жұмағында Nexia 2-ні адамдарға алуға мәслихат етесің бе? Әлбетте. Nexia 2-ні алатын адам визаларға тайын тұру керек. Енді ақшасына тайын тұру керек. Кредитіне әр айда кредитіне тайын тұру керек. Басқа жақлар көре береді. Басқа ондай грубый деген қатап ақшасы ондай үлкен бір минусы жоқ қой бұл машинаның. Қатты өкінетұғын минусы жоқ қой. Ходовой кете бермейді. Мотор, сенімлі мотор. Қыстың күні бір замок бір-екі ұрғаннан сразу қызады машина.
Енді іші орташа енді жүк салып неғып, іші енді сәл тарлау деп ойлаймын мен, неге деген. Бір сәл. Ал енді басқа нелерге салыстырғанда бірақ әйтеуір любой сол мынаған сүйген адам мынаған сүйіп, ондай қатты үлкен айырмашылық жоқ бірақ. Соңымен саған бастан аяқ төлеген ақшаң бір 32 миллион шықты, сен анық атыңа өтіп, сен машинды айдайман дегенге дейін 32 миллион сенен шықты. Машина 60 миллионға бақаланды. 65 миллионға. 64 миллион. 64 миллионға. Жаңа 14 миллион иесіне бастаңғыш төлем 10 миллион 360 мыңдай. Олмай 25 миллионда кеткен болса, соны атқа өткізу, жаңа банкте кредит алу үшін құжаттастыру, барлығы 7,5 миллион сондай болды. 7 миллиондан көп емес пе жетесіз? Атқа өттіру деген негізі машина. Атқа өткерудің әмесі бөлек-бөлек, жаңағы машина алып атқан уақытында, мысалы, автокредитке алмасам, со бақа кетеді. Нағал, басқа, себебі сен қымбат беді ол кезде. Азыр мысалы үшін авто тұратын кезде дорожный фонд деген алынған шығар. Солар алынбай тұрған кезде алдым. Алынбай тұрған кезде алдың ба? 1 миллион 900. Атқа өтіру қымбат кезде алып қайтты да жетесіз. Азыр мысалы үшін бірталай арзаластырылды ол зат. Енді со алдыңғы ноябрьдегі несін айтып па, 1 миллион 900 жолға төледік. Нотариустың өзіне 1 миллионнан көп ақша шыққан шығар. Нотариуске со 7 миллион. Сонымен 7 миллионың шығып кетті сен. Банктен, через банктен сен атың өтемен дегенше машинды алдыңғы иесінен маған өткізу, кейін таза номер, жол салығы. Қымбат кезінде, қымбат уақытында сен өзің рөлді ұстап мініп айдайман дегенше саған 7 миллион ақшаң шықты. Ұлыма грубый айтқанда машинға 32 миллион шықты. Өзің мінемен дегенге дейін машина 64 миллионға бақаланды. Аймай қаншаны төлеп отырман деме? 1 миллион 620 мың. 1 миллион 650 мың дей қояды да. 1 миллион 620 мыңнан шықты сол. Енді 3 жыл төлейсің соны. Азаймайды, көбеймейді. Азыр 1 жылың болды, енді 2 жылың бар еді. Сонымен адамдарға ұсыныс етеміз машина Nexia-ні алуға. Енді алғанда да сәл ағайыннан алмасаңыз, тексеріп, неғып алу керек негізі әрбір адам. Енді ол 3 жыл кредит төлейтін болғаннан кейін рисковать етпей, тәуекел етпей, оны арнайы ұсталарға апарып, кузовта краска бар ма, мотор ашылған ба, басқа да минуслар ма тексеріп алған дұрыс негізі. Сондай ұсыныс білдіресен ғой. Әлбетте. Мен өзім сондай ұсыныс білдіремен алушыларға. Дұрыс. Ал онда бүгінгі авто обзорымыз сіздерге ұнаған болса, біздер бүгін өз видеомызды жұмақлаймыз. Сіздерге күн давамында жақсы кейфият жолдас болуын тілеген қалда жұмақлаймыз ал. Жетес, рахмет. Разылығың үшін. Өзіңе ұнады ма? Әлбетте. Ұнады. Ал, сау болың.